Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен Cake Pops деген десерт рецептісімен бөлісемін. Дәмі өте керемет және ерекше болып шығады. Міндетті түрде бұл видеоны соңына дейін қарап, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты және де бір шымшым тұзды миксермен немесе вилкамен қантымыз ергенше шайқаймыз. Содан кейін разрыхлитель мен ұнды қосамыз. Консистенциямыз тегіс болғанша ақырын араластырамыз. Біздің қамырымыз осындай тегіс болып шығу керек. Енді дайын болған қамырды формаға салып, 180 градусқа дейін қыздырылған пеште 20-25 минуттай пісіреміз. Біздің дайын болған бисквитті суытып, содан кейін осылай қолмен немесе блендермен ұнтақтаймыз. Енді сгущенкамен араластырамыз. Сгущенканы аз-аздан қосамыз, өйткені сгущенканың сапасына байланысты сізге аз немесе көп қажет болуы мүмкін. Сгущенка мен бисквитті араластырғаннан кейін бізде осындай пластичный бір-біріне жабысатын масса шығу керек. Енді біздің шоколадымызды микроволновкада немесе мен сияқты су моншасында ерітеміз. Енді осындай кондитерский таяқшаларды алып, немесе шпажка пайдалансаңыздар да болады. Осылай шоколадқа батырамыз. Бұл шаригіміз таяқшада жақсы ұстау үшін жасалады. Осы таяқшаларды шарикке кіргізіп, тоңазытқышқа 20-30 минутқа қойып қоямыз. Енді осы шариктерді шоколадқа батырамыз. Содан кейін сіз өз қалауыңыз бойынша безендіре аласыз. Мен сияқты осындай кондитерский присыпка қолдансаңыздар да болады. Егер де сіз өз жақындарыңызды немесе балаларыңызды таң қалдырғыңыз келсе, онда оларға осындай таяқшадағы торт дайындап көріңіз, оларға ұнайтынына сенімдімін. Осы видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет. Біздің Cake Pops десертіміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Зере.